Ұлытау, Елімай. Қаратаудың басынан көшкеледі, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Бірақ бұл жолы Елімай бос келген жоқ. Атыраудағы жеңілістен кейін семейліктер қарсыластарын қинай бастады, толтырып ұпай жинай бастады. Қазақстан кубогы аясында қос қарсылас Ұлытау мықтыма, Қаратау мықтыма деп күш сынасты. Бұл ойын көрермен тосқандай болды. Премьер-лигадағы Ұлытау Елімай ойынының видеосын қайта қосқандай болды. Ол кезде де семейлік клуб 3 гол соғып 3 ұпай алған. Жанкүйерлер алаң иелеріне қол соқты, бірақ тек Елімай гол соқты. Ойынның 39 минутында пяткадан гол көрмесек те, плаккадан гол көрдік. Айтпақшы Әділбек Жұмахановтың айлығы ғана өспепті, ойыны да өсіпті. Үзіліске дейінгі екінші голды экс-атыраулық қорғаушы соқты. Екінші таймда Ұлытау есін жиятын болар деп едік, бірақ плакканың соққан екінші добы бүкіл мәселені шешіп тастады. Алаң иелерінің кубоктағы жолын кесіп тастады.